Қайырлы күн, құрметті достар. Біз адай күйін, көптен күткен адай күйін үйренуді бастаймыз. Жалпы бұл күйімізді біз 3 бөлікке бөліп қарастырамыз. Яғни, сіздер өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай, ол әр бөлікті өздеріңіз бөліп үйренсеңіздер болады. Яғни біз астына жазып, әр қатарды бөлек-бөлек санмен белгілеп отырып көрсетіп отыратын боламыз. Мен ендеше кеттік. Бүгінгі сабақта біз бұл күйіміздің бірінші бөлімін үйренетін боламыз. Яғни ол бөлігі бізде сағасына дейін болып табылады. Ол бізде 8 қатар. Бүгін 8 қатарын үйренетін боламыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізде 2 және де үсті ашық 0 болады. Бұл күйімізде қағысымыз төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, жоғары, жоғары. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, жоғары, жоғары. Яғни, соңғы 3 қағысты жоғары тартатын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші бізде астыңғы шекте 2, төмен, және 0-0 ашық. Қайталаймыз. Келесі 2-де тұрып, 1 қағыс төмен, 2 қағыс жоғары. Және 0-0 ашық. Дәл осыны қайталаймыз. Бірақ ең соңғы бізде қағысымыз жоғары, 2-де 2 болады. Жабық. Бізде бағана 0-0 болған еді. Бірінші тактімізде, бұл тактімізде 2-де 2 жабық. Дәл осыны енді осы 2 такт болды. Келесі бізде 3-ші тактіміз. Бірінші қатар бұл. 3-де 2. Яғни үстіңгі шекте 3-ті бұлай аламыз. Екінші саусақпен. Төмен. Және 2 жоғары. Және 3 төмен. Яғни осы жерді жылдам тартамыз. Яғни бізде үстінде 2 сызық тұр. Ол бізде жылдам ұзақтықты білдіреді. Келесі 2-де 2 төмен жоғары. Және 2-де 2 3 рет. Төмен, жоғары, жоғары. Және 2-де 2 жоғары. Келесі екінші қатарымыз дәл жаңағы 3-де 2 3 дегенді қайталаймыз. Және 2-де 2 төмен жоғары. Және 2-де 0 үсті ашық 4 қағыс. Төмен, жоғары, жоғары, жоғары. Келесі 7-де 7 бізде. Екінші және бас бармақ саусақтарымыздың көмегімен. Төмен және 5-де 7. Асты 5-ке ауысады. Бірінші саусақпен жоғары және 7-де 7 қайтадан төмен. Яғни бұл 3 қағыста бірге жылдам ойнаймыз. Келесі 7-7 төмен жоғары. Келесі 5-де 7 төмен. Енді бұл жерде бізде 5 үстіне ауысады. Бас бармақпен астында 7 қалады. Төмен және 3-де 5 жоғары. Және 3-де 3 бас бармақ, екінші саусақ көмектерімен жоғары, және 2 үсті ашық жоғары. Дәл осыны қайталаймыз. Келесі 3-ші қатарымыз 7-де 7 тағы да 3 қағыс ойнаймыз. Келесі 9-де 7 төмен жоғары. Келесі 5-де 7 төмен. Екінші перне жоғары, 3-де 3 бас бармақ және екінші саусақ перне жоғары, және екінші перне жоғары. Келесі бізде 5-де 5 3 рет. Келесі 7-де 7 төмен жоғары. Келесі 2-де астыңғы перне, үстіңгі пернеміз бос 3 рет. Және 0 ашық. Тағы да бас жағындағы сияқты, бірінші такт сияқты қайталаймыз. 2-0, 2-0, 2-2-2, және үстіңгі шек қосамыз, 2 жоғары, және 3-де 2 қайталаймыз. 2-2, астыңғы шек, 2-де 2, 3-де 2, дәл осылай қайталаймыз. 2-2 төмен жоғары, және 2-нің өзінде тұрып 4 қағыс қағамыз. Төмен, жоғары, жоғары, жоғары. Келесі бізде 5-де 7, яғни үстіңгі шекте 7 бас бармақпен, астыңғы шекте 5 төмен. Келесі 7-де 7 жоғары, және 9-да 7 4-ші саусақ, және бас бармақ төмен. Бірге түсеміз осыны жылдам. Және төмен жоғары. 7-7 төмен жоғары.
9-да 7 жоғары және 5-те 7 жоғары. Келесі бізде 5-ші қатарымыз, ол 7-де